Мына үш нәрсені білмей ипотека алушы болма. Біріншісі, ипотеканы рәсімдеген кезде ең ұзақ мерзімге алыңыз. 20-25 жылға. Неге десеңіз, ай сайынғы төлем сіздің айлығыңыздың 30%-нен асып кетпеу керек. Мен жылын қысқартамын деп аз уақытқа алып, ай сайынғы төлем сіздің айлығыңыздың жартысынан асып немесе бүкіл айлығыңызды құрайтын болса, сіз төлей алмай қалу вероятностіңіз бар. Ал егер ұзақ мерзімге аз ай сайынғы төлемге алатын болсаңыз, кез келген уақытта досрочный погашение жасауға болады. Ол үшін миллиондар қажет емес. 100 мың теңгеңіз артылса да досрочный погашение жасауға болады. Екіншісі, досрочный погашение жасаған кезде айынан емес, жылдығынан қысқартатын болсаңыз, срок, яғни срогынан қысқартатын болсаңыз, сіз миллиондарды ұта аласыз. Неге десеңіз, ай сайын сіз 200 мың теңге төлейтін болсаңыз, соның 180 мың теңгесі процентке кетеді. Ал основной долгыңыз сіздің 20 мың теңге. Примерно. Енді қараңыз, сол 20 мың теңгені 100 мың теңге егер сіз жабатын болсаңыз, 20 мың теңгеден 5 айда қысқартып тұрсыз. Осындай логикамен есептейтін болсаңыз, сіз 500 мың теңге салатын болсаңыз, қанша ай қысқарта аласыз. Сондықтан сізге ұзақ мерзімге алып, досрочный погашение жасаған өте выгодно. Осы видеоны үй аламын деп жүрген досыңызға жіберіп қойыңыз.